Азамат ұзақ уақыт бойы бір халықаралық іскерлік ұсынысқа дайындалды. Нарықты талдады, серіктестерді іздеді, байланыстар орнатты. Іскерлік ұсыныс онлайн конференция арқылы өтетін күні оның интернеті өшіп, іскерлік ұсынысқа қауіп төніп қалды. Алдымен Азамат провайдерге шағымданғысы келді. Бірақ Қазақстандағы интернет шынымен де ең мықты емес, алайда ең нашар да емес екенін түсінді. Кем дегенде адамның өзінің сүйікті CS:GO ойынын ойнап, ашылу түсініктемелерді жазуына жеткілікті. Бірақ қашықтағы ауылдар мен аймақтарда интернет өте әлсіз, және сол жерде тұратын адамдарға жұмсартып айтқанда қиындау тиеді. Интернет өз ақшасы үшін жаман болмаса да, Азамат оның неге баяу екенін анықтауға шешім қабылдады. Ол жаңа жоспар құрып, жаңа инвестициялар тапты да, станцияларды ғарышкер Нил Гастың ең жаңа әзірлемесі типі бойынша ұшыруды ұйымдастырды. Станциялар бүкіл Қазақстан бойынша салынды. Енді тіпті алыс ауылдарда да интернет керемет болды. Алайда Азаматтың іс-әрекеттеріне қарсы адамдар да болды. Мысалы, нашар интернеттің баяулығына, ал жақсы интернеттің радио толқындарына шағымданатын радиофобтар. Бірақ Азамат интернет станцияларының денсаулыққа зиян тигізбейтінін қолжетімді түрде түсіндіргенде, барлық даулар бірден басылды. Не болса да Азамат қайтадан игі іс жасады. Ал сосын серіктестеріне оралып, бұзылайын деп қалған іскерлік ұсынысты сәтті аяқтады да, жақсы интернеттің арқасында қайтадан ақша тапты. Мұның бәрі Азаматтың күңкілдеп отырмай шешім іздегендіктен болды. Азамат, жарайсың, сен де Азамат сияқты бол.